Қайырлы құрметті студенттер, оқушылар. Бүгін біз дүниежүзі тарихынан сабжекті салдайтын боламыз. Бірінші кеттік. Бірінші сұрақ. Бізде ежелгі Египетте аспан мен дәл беретін иеліктердің басшысы деп аталды. Кімдер? Негізінен көбісі ферғауындерді ойлауы мүмкін. Бірақ бізде қарайтын болсақ, ежелгі дәуір мемлекеттеріне қатысты Египет Нілдің бойында орналасқандықтан олар не істеді? Егін екті, яғни азықтың барлығы осы егінмен байланысты болды. Ал осы ніл беретін егіліктерді, егілік деп отырған азық деп жазсақ болады. Осы азықты жинаушылар бізде сала жинаушылар, яғни дұрыс жауабысы егіліктердің басшысы бізде сала жинаушылар деп атаған болатын. Ал екінші сұрақ. Халықтардың ұлы қоныс аудару кезең басына әсер еткен оқиға. Оны барлығы біледі деп ойлаймын. Бастауын негізі ғұндардың көші шығыс даласынан батысқа қарай Рим империясының құлау дәуіріне дейінгі аралыққа дейінгі ұлы қоныс аудару кезеңі. Бізде парсылардың қонысы, франктердің жер ауыстыру және вискотепалардың көші дегендер дұрыс жауапқа келмейді. Негізінен ғұндардың батысқа қоныс аударуымен Рим империясының құлауы да бірге жүріп отырды. 476 жылы Рим империясы құрылады. Ал үшінші сұрақ. Моңғолдарда қарауылдық және барлау қызметін атқарған әскер түрі. Осы жерде көбісі қателесуі мүмкін, яғни кешіктен дұрыс жауап болады деп. Бірақ бізде кешіктен бұл ханның жеке гвардиясы болды. Соның жанында айналасында жүретін. Ауыр атты әскері бұл ұзақ жерлерге шабуыл жасауға керек әскерлер, негізінен түмен басы болды. Ал мұндай әскердің басшысын түмен басы деп атаған болды. Яғни 10.000 шақты әскерді түмен деп атаған. 100 басы 100 әскер, 10 басы 10 әскер, түмен басы 10.000 әскерді осылай жалпы түрде атаған. Бізде қарауылдық және барлау қызметін әрине жеңіл атты әскер, яғни барып тез жауап әрекет жасап келетін жеңіл атты әскерлерді айтуға болады. Және барлау қызметін атқарған әскер түрі бізде ол жеңіл атты әскер. Енді мынау сұрақ ұлы география оқушыларына қатысты сұрақ болып табылады. Ферғана Магелланның тұңғыш дүние жүзін айналып шығу саяхатының уақытын атаңыз. 492 жылы бізде. Колумб бәрі білетіндей. Жоқ, дұрыс емес. Ал 1498-де 1502 жылы бізде. Васко да Гама Үндістанға, Үндістанның шығысынан барған болатын. 1498-1512 жылы бізде бұл Америка құрлығы зерттеліп жатты, бірақ бұл жерді тұңғыш дүние жүзін алып шығу уақытына жатпайды. Негізінен 1512 мен 1519-1522 жылдары Ферғана Магелланның дүниежүзілік айналып шығуы уақыты жүзеге асады, яғни осыдан кейін жердің шар тәртес екені іс жүзінде практикалық жүзінде дәлелденді деп айтуға болады. Дұрыс жауабы 19 ғасырда Үндістанның ұсақ буржуазиясындағы радикалдар тобының ағылшын үстемдігіне қарсы күрес түрі. Бізде Брахмараджа, Дандимаш, Шудхи, Брахмараджа бұл бізде діни аскеттік ұйым. Діни аскетизм. Жалпы аскетизм дегеніміз былайша айтқанда тәнге зиян тигізбеу, яғни нәпсі деген нәрсе бар ғой, мысалы нәпсіні бұғауда ұстау арқылы жаман әрекеттерін түпкілікті түрде бас тарту. Діни аскетизм бұл рухани құндылықтардың шыңына жету деп түсіндіруге болады. Яғни қатты берілу, осындай рухани тазаруға қатты берілуді бізде Брахмараджа деп атайды. Дұрыс жауап емес. Дандимаш 1930 жылдары Махатма Гандидің тұз жорығы, Шудхи жатпайды, бізде дұрыс жауабы ағылшын үстемдігіне қарсы күрес түрі бізде бұл Свараджа деп аталды. Жалпыларды күш көрсетпей қарсыласу деп айтуға болады. Сол заманда ағылшындар Үндістанды отарлағанда кейіннен Махатма Ганди осы ілімдерді дамытып қалыптастырып Үндістанның тәуелсіздік алып берді.
Ал Осман империясында жүргізген тантимат реформасының мақсаттарының бірі бұл негізінен янычар әскерін қайта қалпына келтіру. Дұрыс емес, бізде 826 жылы қалпына келді. Сұлтан үкіметін әлсіретті, жоқ. Осман империясында өзі сұлтандар билікте отырып, өз үкіметін өздері әлсірету, яғни логикалық тұрғыда миға сыймайды. Сондықтан оқшаулау саясатын жүргізу. Керісінше бізде тантимат реформасы оқшаулау емес, батыстық модельдегі мемлекеттерге ұқсастық, яғни солардың жаңағы белгі жүргізу әдістеріне қызыға бастаған кезі тантимат реформасы мақсаттарын бұл бізде ұлттық азаттық қозғалыстардың екпінін басу болған. Жалпы Осман империясы көбісі білетіндей көптеген халықтардан тұратын мемлекет, оның ішінде серб, хорват, жаңағы былайша айтқанда Балқан түбегіндегі мемлекеттер, ол жерде славян ұлттық халықтар да бар, жаңағыдай түріктер де бар. Түріктердің, яғни сол 1920 жылдары көп күресетін гректер, яғни өздерінің жаулары, солар да тұрады. былайша айтқанда, яғни көптеген халықтар бар. Бізде ұлттардың неше түрлілігі бұл мемлекеттің жаңағыдай Осман империясының әлсіреуіне септігін тигізе бастады. Сондықтан тантимат реформасының мақсаттарының бірі бұл ұлт азаттық қозғалыстардың екпінін басу болды. Келесі сұрақ бізде 7-ші сұрақ. Бірінші Афин соғысынан кейін Сен империясының орын алған саяси жағдай. Қытайда республикалық билік орнады, жоқ. Бізде бұл республикалық билік Синьхай революциясы болғаннан кейін барып орнады. Дұрыс жауабы А емес. Син император елден қашты, ондай тарихта контекст жоқ. Қытайда әскери диктатура орнады, бұндай контекст кездеспейді. Бізде дұрыс жауабы Қытай жартылай отар иеленеді, яғни 1842 жылы Нанкин келісімінде жалпы ағылшындардың 1600 жылы құрылған Ош үнді компаниясы енді ағылшын үкіметіне бізде Қытайға кіруге құқығымыз бар екен, іс жүзінде құжат жүзінде бізге кепілдік бері деп ағылшын үкіметіне өздері шағымдан айтады. Яғни осыдан кейін барып мынау апиын деп аталатын бізде наша түрін бізде осы Қытайға алып келеді, негізінен Ош үнді компаниясы сатып тастайды. Яғни былайша айтқанда апиынның көп мөлшері билік басында отырған халықтарға, билік басында отырған манжурларға, олардың туысқандары, ұрпақтары, жалпы беделі күшті адамдардың барлығы осы нашаға тәуелді болып қалды. былайша айтқанда Қытай енді бізде не жартылай отар елге айналған болатын. Бізде 8-ші сұрақ. 18-ші ғасырдың соңында француздарды Иранға жермен мәселесі талқыланды келісімшарт. Бізде жалпы бұл дүниежүзілік бөліске салу батыс мемлекеттерінің арасында сол оқиғаларды жаңағыдай айтып тұр. 1600 жылы құрылған Ош үнді компаниясы үндістан отарлық бастағаннан кейін француздарда ағылшындардан қаламыз ба деген секілді ойлар келіп, олар да сол секілді басқа мемлекеттер өзара бөліске салғысы келді. Бізде бірінші нұсқа орыс Иран, бұл бізде сәйкес келмейді, себебі 1803, 1814, 1804, 1813 жылдары және 1826 мен 28 жылдары орыс пен ирандардың арасында соғыс болады. Ағылшын түрік, бұл да сәйкес келмейді. Ағылшын Иран, орыс араб деген бізде келісімшарт, бұндай үлкен көлемдегі контекст кездеспейді. Бізде дұрыс жауап ағылшын Иран. Неліктен бізде 18 ғасырдың соңында Наполеон күшейіп бастағаннан кейін ағылшындар француздардың күшейгенін қаламады. Сондықтан олардың үндістанға отарлап алған, мысалы ағылшындар француздарды үндістанға жеткізгісі, яғни апарғысы келмеді. Яғни үндістанның қасына жақындатқысы келмеді деп айтуға болады. Неліктен? Себебі осы жерде Иран бар. Француздардың билігі осы Иранға жетсе, Иранмен келіссөз жүргізсе, немесе Иранға басып алса, ол енді не істейді? Үндістанға да оралады. Географиялық тұрғыдан. Сондықтан бізде ағылшындар қорқып, Иранмен тез арада келісімшартқа отырып алды. 9-ші сұрақ. 1848 жылы революция нәтижесінде король Луи Филипп тақтан кетуге мәжбүр болған мемлекет. Бізде Луи Филипп атайып тұрғанда Франциядан тақтан кетуге мәжбүр болды. Луи Филипп жалпы Наполеонның жиені 1830 пен 1848 жылдары билік еткен болатын. Австрияда да дұрыс, 1848 жылы революция болды, бірақ ол жерде бізде
галстуктер әулеті болған болатын. Испания сәйкес келмейді. Англия жоқ, бұл да сәйкес келмейді. дұрыс жауап бізде Франция. 10-шы сұрақ. 20 ғасырдың басында Германияда монархияны құлатқан революцияға жетекші еткен партия. Бізде Германия еркін консерваторлар партиясы дұрыс жауап келмейді. Христиан демократ партиясы, христиандық әлеуметтік одақ. Бұларда бұл 20 ғасырдың басындағы жылдарға сәйкес келмейді. Мысалы 1918 жылы бізде Германия социал-демократиялық партиясы жеңіске жетіп, монархияны құлатқан революциялық жетекшілік партияға айналған болатын бізде. Дұрыс жауабы Германия социал-демократиялық партиясы. 1918-1921 жылдары азаматтық соғыс кезінде әскери коммунизм саясат жүргізген мемлекет. Жалпы бұны барлығы біледі деген ойдамын. Азаматтық соғысы, әскери коммунизм, жалпы коммунизм деген сөз естіген кезде біз көбіне кеңес одағын белгілейміз. Неліктен? Себебі Жапония бізде капиталист тұрғыда дамыды. Басында милитаризация жасау арқылы экономикасын көтергенмен, кейіннен бізде капиталист жолға түскен болатын. Ал Корея бұл кезде бізде Жапонияның отары болған болатын. 1918-21 жылдары. Ал бізде Қытай коммунистік мемлекет болды, бірақ дәл осындай әскери коммунизм саясат жүргізген және 1918 жылы жүргізген мемлекетке жатпайды. Синьхай революциясының нәтижесінде революция жылдарында Қытайда құрылған ұлттық партия. Бізде Камейто, Суйкай, Сакуракай деген атаулар, жалпы бұл Сакуракай. Ұлттық қозғалыс Жапонияда. Суйкайда Жапония мемлекетінің тиесілі термин. Ал Камейто бізде Жапониядағы партия. Кейінгі дәуірлерге қатысты. Бізде дұрыс жауап Гаминдан. Яғни Синьхай революциясының нәтижесінде Гаминдан партиясы құрылды. Оның құрған адам Сунь Яцен. 3-ші сұрақ. Оңтүстік Африкада күш көрсетпеу қозғалысын ұйымдастыруда тәжірибе жинақтаған өнерлі тұлға. Жалпы Неру бізде кейінгі премьер-министр Үндістанның, бірақ бұл дұрыс жауап келмейді. Бізде Радхар Кришнан бұл бізде философ. Ал Рабиндранат Тагор соңғы поэма деген еңбегі бар. Жалпы бізде Нобель сыйлығын әдебиет саласында алған үнділік тұлға. Дұрыс жауап Махатма Ганди. Және кейін 1930 жылдар айтқандай тұз жорығы болады. 1920 жылдар Үндістан тәуелсіздігі барлығы осы Махатма Гандимен тікелей байланысты. 19 ғасырдың соңында алғаш орта тап қалыптасқан мемлекет. Жалпы бізде Ресейде әлі қалыптаспаған болатын. 1860 жылдары бізде крепостный жүйе болды. 60 жылдарға дейін жауап келмейді. Бізде Италия әлі 1848 жылдар бірігіп бастады, бірақ ең алғаш орта тап қалыптасқан мемлекетке жатпайды. Дұрыс жауабы Англия. 20 ғасырдың 30 жылдары Эфиопияны отарлап алған мемлекет. Жалпы 20 ғасырдың 30 жылдары қандай жылдар? 1930 жылдары фашизмнің, нацистік мемлекеттердің енді оянып келе жатқан кезеңі деп айтуға болады. Жапония бұл кезде милитаризация арқылы соғысқа араласа басталды. Екінші дүниежүзілік соғыста Жапония, Италия, Гитлер басқарған Германия үш мемлекет өзара одақ болды, бірақ Эфиопияны отарлап алған бұл кезде Италия болып табылады. Себебі 1935-1936 жылдары Италия бізде Эфиопияны соғыс ашып жаулап алған болады. Ал екінші дүниежүзілік соғыста ленд-лиз туралы заң қабылдаған мемлекет. Бізде ленд-лиз дегенде көбінде ақша еске түсу керек, себебі бізде не істеді екінші соғыс басталған кезде 1941 жылы бізде қару-жарақ
материалдық игіліктерді Еуропаға ақштың Еуропа мемлекеттеріне сатуы ленд-лиз туралы заң. Бізде КСРО, Англия, Франция мемлекеттері жатпайды. Керісінше Франция, Англия мемлекеттері соғысқа қатысқан болатын іс жүзінде. Америка құрама штаттары қатысты, бірақ кейіннен қосылды деп айтуға болады. 20 ғасырдың осы жылдан экономиканы милитарландыру арқасында жұмысты жойған мемлекет. Бізде Франция, Англия секілді мемлекеттер, мысалы Франция скандинавиялық мемлекеттер секілді кейбір социалистік идеологияның жаңағыдай бағытындағы жұмыстарды жасады. Былайша айтқанда халыққа жұмыс бөліп беру, мысалы бір темір жол салып, осылай темір жолға адамдар шақырады. Адамдар осы жерде жұмыс істейді, мемлекеттің беріп отырған жұмысына солай жұмыссыздықты жояды. Бізде Франция осының әдісті қолданды, ал Америка 30 жылдарында бүкіл жаңағыдай экономика деп қояйық. Осы экономиканы кімге? Билікке, жалпы мемлекет басқарып отырған элитаға биліктің қолына тікелей беру керек, және экономиканы билік жүйелі реттеу керек деген секілді идеологияны қолдана отырып жұмыссыздықты жойған болатын. Бұл дүниежүзілік дағдарыс бұл 30 жылдар. Ал бізде милитарландыру арқасында жұмысты жойған мемлекет бұл бізде Германия. Негрлердің Австрияны қосып алуы, жаңағыдай өзінің бастық жасап бастауы, бұл сол милитаризация саясат арқылы жұмысты жою деп айтуға болады. 18 сұрақ. 1930 жылы 30 жылы Финляндияға соғысқа шыққан мемлекет. Жалпы Германия, Норвегия, Польша келмейді. Бізде дұрыс жауап КСРО. КСРО 30 қарашада өзінің солтүстік батыстағы кейбір аймақтарын кеңейту мақсатында Финляндияға соғысқа шығады. 1945 жылы болашаққа бет бұру бағдарламасын қабылдаған мемлекет. Бізде 45 жылы Германия жеңілген мемлекеттердің қатарында болды. Яғни болашаққа бет бұру секілді бағдарламаны қабылдауға мұршасы жетпеді деп айтуға болады. Біз Америка, Франция дұрыс жауапқа келмейді. Дұрыс жауабы Англия. Англия яғни лейбористтер көбінде. Англияда өздерінің әрекеттерін жүзеге асырып отыр деп айтуға болады. Тұрақты түрде осы партия Англияда өз жұмыстарын атқарған болатын. 2006 жылы Черногория шыққаннан кейін өмір сүруін тоқтатқан мемлекет. Жалпы Черногория бізде қай мемлекеттің құрамында болды? Словения емес, Словения өз мемлекет, бөлек мемлекет болды. Македония, Хорватия сияқты мемлекеттер өздері жаңағыдай кішкентай ғана мемлекеттер. Картада бізде дұрыс жауабы Югославия. Югославияның құрамынан Черногория шыққаннан кейін 2006 жылы бізде Югославия мемлекеті өмір сүруін тоқтатты. Оның құрамынан Черногория бөлініп шыққан болатын. Елгі Қытайдың мәдени тарихи жетістігі. Мәдени тарихи жетістігі қайықтар жасау емес, ең алдымен қайықтарды басқа мәдениеттерде жасаған халықтар болған. Ыдыс-аяқ жасау, бұл да келмейді. Көбінде қайықтарды бізде айтады Парсы ағыны бойында араб түбегіндегі арабтар жасаған дейді. Кейіннен Жерорта теңізінен мекен еткен жаңағы эллиндер, гректер, Финикия, қазіргі Сирия Палестина бойындағы халықтар осы жерде кемелерін жасап шыққан. Ең алғашқы қайық кемелерін жасаған осылар болып табылады. Оңтүстік шығысына араб тайпалары осы кемемен барып зерттеулерін жасаған дегенде теориялар бар. Бұл басқа нұсқаға айта кетсек, шахмат бізде Үндістанда да болды делінеді. Дұрыс жауап бізде жібек матасы. Мәдени тарихи жетістігі Қытайдың, ежелгі Қытайдың жібек. 20 сұрақ. Черчилльдің флотындағы сөйлеген сөзі себепші болды бізде неге? Антыдауда күйіне дұрыс емес. Халықаралық жағдайдың тұрақтануына, бұл дұрыс емес. Керісінше қырғи сабақ
қырғи қабақ соғысының басталуына алып келді. Батыс мемлекеттері мен шығыс ксро, ақш, англия, франция және батыс мемлекеттері қырғи қабақ соғысының басталуына алып келді. Бір полиарлық жүйенің қалыптасуына деген дұрыс жауап келмеді. Бізде дұрыс жауап С. Орта ғасырлық үнді ғұламасы Арабхатаның зерттеген ғылым саласы. Бізде философия емес, жалпы синус, косинусты математикаға енгізген терминдерді бізде Арабхата бізде шығып келеді. Зерттеген ғылым саласы математика. 10 ғасырдың 3 ғасырлық тарихқа ие итальяндық опера өнерінің ұлы классигі. Біз Шопен, Австрияның классигі, Бах, Шуберт секілдері. Немістер, австриялықтар дұрыс жауап келмейді. Бізде дұрыс жауап Джузеппе Верди, итальяндық өнердің ұлы классигі. Оның Аттила атты шығармасы бар, атақты. 20 ғасырдың 20-30 жылдарында медициналық диагностикада жүрек бұлшықеттері мен басқа ми функцияларын зерттеуді қолдану санап барады дейді. Бізде грамотин емес, компьютерлік томограф емес, бізде кейіннен пайда болды. 1950 жылдардан кейін ультрадыбыс зерттеуге жатпайды. Бұл да кейін пайда болған құралдан бірі. Негізінен бұл электроэнцефалограф дұрыс жауабы. 20-30 жылдарында қолданылған аппарат бізде дұрыс жауабы да. Бізде мәтіндік сұрақтар. Осман империясында жүргізілген танзимат реформасы. Жалпы мына жерде реформаның бірінші кезеңі, екінші кезеңі, мақсаттары, міндеттері жазылып тұр. Стопқа қойып оқып алсаңыздар болады. Ал кеттік. 26 сұрақ. 1856-76 жылдары Осман империясының реформаларының білім беру саласында қатысты шарасы. Медресе мен діни оқу орындарының санын арттыру, білім беру саласын зайырлы қадам жасау, тек араб тілінде білім беру профессионалдық оқу орындарын тыйым салу дейді. Енді осы жерде біз қарап көрейік. Және білім беру саласында зайырлы бағытта қадам жасалынды дейді. Сондықтан бізде дұрыс жауабы В. Ал 30 мен 50 жылдардағы реформалардың әлсіз тұстары. Шетелдіктер Осман империясының толық шығарылуы, ислам мемлекеттік басқарудың толықтай алынуы, ауыл шаруашылығының толығымен жойылуы, мемлекеттің қуатын арттырудағы сәтсіздік. Жалпы мына жерде жазылып тұр. Әкімшілік мемлекет басқару экономика мәдениет саласында бірқатар шаралар іске асырылды дейді. Азаматтардың құқығы заң алдында бірдей екендігі жарияланды. Сұлтан үкіметі мемлекетті күшейте алмады. Яғни реформаның әлсіз тұсы бізде сұлтан үкіметі бізде мемлекетті күшейте алмады деп осылай жазылып тұр. Сондықтан бізде дұрыс жауап мемлекеттің қуатын арттырудағы сәтсіздік деген жауап болады. Енді 1856-1876 жылғы реформалар бойынша христиандарға берілген құқық. Жалпы христиандарды мемлекеттік қызметке алуға рұқсат берілді дейді. Сонда дұрыс жауап бізде христиандар Осман империясында тұруға шектеу қойды, дұрыс емес. Баласы бізде дұрыс жауап мемлекеттің дұрыс жауабы мемлекеттік қызметке кіруге рұқсат. Ал ендеше 29-шы сұрағы мәтіндік сұрақтың. Кестені пайдаланып Танзимат реформасының міндетін анықтаңыз. Жалпы бізде мәтінге қарайтын болсақ, Осман империясының барлық халықтарға дініне қарамастан тегін құқық беруге қадам жасалынды. Реформалардың түпкі нәтижесі қала мен ауыл халықтың жағдайына елеулі өзгеріс әкеле алған жоқ дейді. Шетелдіктер мемлекет ісіне араласуына шектеу қойылмады. Мәдениет саласында бірқатар шаралар іске асты. Жалпы Танзимат реформасының міндеті басбайлықты жою емес, жалпы бірден міндетке теңізу емес, Азиядағы отар елге азаттық беру емес. Азиядағы Осман империясының бір айтатындай отар мемлекет болған жоқ. Бізде дұрыс жауабы А.
капитализм дамуына мүмкіндік туғызу, жаңағыдай мәдени экономикалық артықшылыққа әкелетін реформаларды жүзеге асыру, жаңағыдай қала мен ауыл халықтарын бір дәрежеде әкелу, яғни урбанизацияның болуы, бұл капитализм дамуына мүмкіндік туғызуға деген реформаның әрекеті деп айтуға болады. Кестенің тарихи білімдеріңізді пайдаланып, және кестені пайдаланып, Осман империясының реформаларына қатысты дұрыс дәйектерін анықтаңыз. Азаматтардың құқығы заң алдында бірдей екендігі жарияланды. Біз мына жерде жазылып тұр. Барлық хаттамаға қарамастан азаматтардың құқығы заң алдында бірдей екені жарияланды дейді. Бізде сонда бірі бар, дұрыс. Реформалық жылдардың билігіне әсер етіп, Осман империясын демократиялық мемлекетке айналдырды. Жоқ, дұрыс емес. Сұлтан үкіметі бірнеше рет шетел державаларынан несие алды. Осы жерде қарасақ, әкімшілік мемлекет басқару экономика саласында бірқатар шаралар іске асырылды. Реформалық түпкі нәтижесі шетелдіктер мемлекет ісіне араласуына шектеу қойылмады дейді. Үкіметі бірнеше рет шетел державаларынан несие алды дейді. Яғни бізде бір және үшінші пункттер бар. Реформалар Балқандағы ұлт-азаттық қозғалысты қолдап, ел бірлігін нығайтты. Жоқ, керісінше Балқандағы ұлт-азаттық қозғалыстарды басуға бағытталған болады. Сонда біз дұрыс жауабы 1 және 3. Дұрыс жауабы А. Мәтінді сұрақтар осымен аяқталды. 31-ші сұрақ. 19 ғасырдың екінші жартысындағы тарихи оқиғалар мен олардың нәтижесі сәйкестендіріңіз. Жалпы Пруссия Шлезвигті, Австрия Гольштейнді иемденді дейді. Бұл бізде қандай соғыс сұрап тұр, соны қарайық. 1964 жылы бізде Австрия Пруссия Дания соғысы болды. Бұл соғыс Австрия мен Пруссияның Данияға қарсы Австрия мен Пруссияның соғысы. Оның нәтижесінде Пруссия Шлезвигті алды, Австрия Гольштейнді иемденген болатын. Дұрыс жауабы Францияда Луи үшінші Наполеон режимі құлауына алып келді дейді. Қандай соғыс алып келді деп сұрап тұр. Бұл бізде Франция Пруссия соғысы, оның барлығын біледі деп ойлаймын. 1870 пен 71-ші жылдар аралығында Франция Пруссия соғысында жалпы жаңа жиені Луи үшінші Наполеонның режимі, жиені 1848 жылы құласа, кейіннен отырған Луи Наполеон бізде Франция Пруссия соғыс нәтижесінде құлаған болатын. Дұрыс жауабы Е, Б және Е жауаптары. 20-шы ғасырында Францияны басқарған үкіметтер және олардың ыдырауына себеп болған оқиғаларды сәйкестендіріңіз. Жалпы бізде халық майданды басқарған Леон Блюм, бұның ыдырауы негізінен испан істеріне араласпау нәтижесінде ыдырады. Испан істеріне араласпай, оларда жаңағыдай фашизмнің рөлінің артып, жаңағыдай Францияда өз зиян тигізген кезеңін айтуға болады. Ұлттық полктың ыдырауы негізінен КСР мен байланыс орнату нәтижесінде болды. 1918 пен 24 жылдар аралығында КСР мен көп байланыс орнату нәтижесінде ұлттық полкты ыдырап кеткен болатын. 33-ші сұрақ. 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы мемлекеттер мен оларда болған тарихи оқиғаларды сәйкестендіріңіз. Күш көрсетпе қозғалыстар басталды, коммунистер билікке келді. Жоқ, күш көрсетпе болған жоқ, конституциялық монархия құрылды. Жоқ, дұрыс жауап бізде А. Түркия зайырлы мемлекет, жаңағы Ататүрік президент болған. Түркия зайырлы республика құрылған болатын. Үндістанда жаңағыдай F жауабы. Күш көрсетпе қозғалыстары бұл Гандидің атымен аталады, басталған болатын. А және F жауаптары дұрыс. Жапонияға қатысты келісім атауларды сәйкестендіріңіз. Жапонияның жағдайы саясатын күйреткен Жапон-Американ келісімі. Жалпы бізде 1854 жылы Перри, американ генералдың Жапонияға келуімен 1854 жылы ақш және Жапония арасында
Канагава келісімі болған болатын. Яғни жарғы саясаты осы келісімнен кейін күйреді. Симоносеки, Хакодате олар дұрыс жауап қоя алмайды. Ал 89 жылда Жапония мен Қытай арасында жасалған келісім атауы бұл 1795 жылы жаңағы Жапон Қытай соғысының нәтижесінде болған болатын. Симоносеки келісімі нәтижесінде болды. Канагава жаңағыдай ақш пен Жапония арасындағы келісім. Бізде дұрыс жауап Симоносеки. Сонда А және Ж жауаптары дұрыс. Әскери одақ және олардың құрамында болған елдер сәйкестендіріңіз. Бұл жалпы барлығы белгілі антанта және үштік одағы. Австрия-Венгрия дұрыс емес. Дания, Испания бізде дұрыс жауап қоя алмайды. Антанта болғанда Франция, Ресей, Англия мемлекеттері болатын. Үштік одақ құрамында мемлекет Франция емес, Дания, Испания жатпайды. Бізде Австрия-Венгрия. Кейіннен осымен империясы қосылды. Италия 1915 жылы соғысқа шығып кеткен болатын, бірінші дүниежүзілік соғыста. Яғни антантаға жақтасып кеткен болатын. 36-шы сұрақ, 1792 жылы Францияға қарсы әскери одақ құрған мемлекет неліктен? Себебі 1789 жылы 14 шілдеде Бастилия қамалының алынуымен жалпы Францияда революция болды. Енді әулеттер неден қорқа бастады? Осындай буржуазиялық революцияның өз мемлекетінде бұның қорқа бастағаннан кейін Францияға қарсы әскери одақ құрған болатын. Бұлар бізде Руссия және Австрия мемлекеттері. Дұрыс жауабы С және Д мемлекеті. 20 ғасырдың басында ағылшын отарынан мемлекеттер. Бізде Ливия, Тунис келмейді, бұлар Францияға қатысты. Бізде дұрыс жауабы 1882 жылдан бастап бізде Египет Англияның құрамында өткен болатын. Сонда бізде дұрыс жауабы Д және Е жауаптары. Судан да ағылшын отарына айналған еді. 8-ші сұрақ, 1907 жылы Жапония соғыс жасаған мемлекеттер. Жалпы Англия, Франция, СРО, ақш, Дания келмейді. Бізде бір ғана мемлекет бұл Қытай. Жапония ең алғаш өзінің милитаризациясын жасап болғаннан кейін Гитлер Еуропада өз әрекеттерін бастаса, бізде қиыр шығыста Жапония 1937 жылдан бастап бізде тек Қытайдың солтүстігі, Монғолия аумақтары жалпы Қытайға өзінің жорығын бастаған болатын. 20 ғасырдың 70 жылдары батыстағы неоконсерватизмнің саясаттағы көрнекі өкілдері. Бізде дұрыс жауабы Рейган, Тэтчер жауап. Сосын Ширак. Сол үшеуі неоконсерватизмнің саясаттағы көрнекі өкілдеріне жатады. Дұрыс жауаптар осылар. Бізде соңғы сұрақ 20 ғасырдың 90 жылдары мемлекетке бірікті. Жалпы Албания, Хорватия, Сербия сияқты келмейді. Бізде бір ғана Берлин қабырғасы құлағаннан кейін Германия Федеративтік Республикасы мен Германия Демократиялық Республикасы КФР мен ГДР бірге қосылып 1990 жылдары бір мемлекетке біріктірген болатын. Қытай Халық Республикасы жатпайды. Дұрыс жауап осы Германия, екі Германия мемлекеті. Басқа айтқанда екеуі де неміс халқы, екеуі де бір мемлекет. Бұл соғыстың нәтижесінде екі түрлі блокқа, біреу Кеңес одағының құрамында, біреу батыстық мемлекеттердің қолына өтіп, екі идеологияның құрамында қалып кетті деп айтуға болады. Осымен біздің сабжектес аяқталды. Талдау жалпы түсінікті болды деген ойдан. Өздеріңізге пайдасы тисін. Сұрақты алдымен жалпы тест талдаған кезінде көбінде бізде географиялық аумақты еске түсіру керек. Одан кейін жылды, ғасырды, мемлекеттердің шекарасынан мемлекеттер еске түсіргеннен кейін барып бізде тестті жаңағыдай дұрыс белгілеу жүзеге асады.
токсонунчу жылдары мемлекетке бирикти деген кезде кандай мемлекеттер бөлүнүүгө мүмкүн деген сурақты кою керек. Жалпы өзүнүн көрсөнүктөр мына жерде Албания, Хорватия, Сербия бул бизде тарыхта айтарлыктар үлкен окуяларда атала койбойт. Сондуктан бизде КФР ГДР өзү көрүнүптөр деп айтууга болот. Осы менен тест аякталды. Жакшы сау болуңуздар, аман болуңуздар. Келесі көрүшкенче күн жакшы.